Ассаламалейкум. Біз Алматы облысы Жамбыл ауданы Бірлік ауылына келіп тұрмыз. Бұл ауылдың тұрғындарының көптеген мәселесі бар. 2009 жылдан бастап жазып жатыр, бірақ мәселе әлі шешілген жоқ. Сол күйі осы ауылдық округтың әкімдері жұмысты мүлдем істемейді. Себебі қазіргі таңда газ да жоқ, дұрыс ішетін су да жоқ. Жаңағы жолдарды өздеріңіз көріп отырсыздар. Тағы көптеген мәселелері бар. Өздері шет жағасын айтып кетер. Жеңіс аға. Бізде жаңағы бірінші мәселе ол ауыз су ғой. Ауыз су мәселесі. Ол шешілмей жатқан нәрсе, енді білмеймін, қайтып шеше алмайды оны. Әйтеуір жергілікті әкімге айтады, осылай госактісін шығарамай жатырмыз, не қыламай жатырмыз. Негізі проектісі дайын оның. Көрдіңіздер ме? Иә, проектіні көрдім, мен өзім көрдім. Бірақ экспертизасы өтпеген. Экспертизадан өткен жоқ. Оның госактісі болмаса экспертизадан өтпейді. Экспертизадан өтпегеннен кейін бюджеттен ақша бөлінбейді. Ол ауыз суға біз биыл кірет дегенге біз сенбейміз да. Биыл сондай уәде берді, бірақ сіз сеніп отырған жоқ. Сенбейміз ондай нәрсе. Ауызша уәде беріп отыр. Ол документациясы дұрыс болмағаннан кейін ауыз су кірет дегенге біз сенбейміз. Екінші бір мәселе біздегі жаңағы табиғи газ. 3 шақырым жерден келіп тұр. Негізі тәуекел газ жекеше дейді. Примерно где-то 8 миллионның үстінде ақша керек екен оған. Енді оның ауданның әкімі де басқасы да бізге айтып жатыр, жаңа ауылдан халық ақша жинаса, газды кіргізіп береміз деп. Ол ауыл ақша жинап бергенге сенбейді да, жаңа тәуекел газға. Негізі жинайтын ойлары бар. Бірақ сенбейді жаңа газды кірет дегенге. Ақшаны беріп алып, не газ жоқ, не ақша жоқ. Тәуекел газ неліктен сенбейді ол? Халық сенбейді да біздің ауылдағылар. Өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын ауылдағылар ақша жинап барған. Ол кездері, сол кездегі бағамен 3 миллионға ма біздің ауылға кіру керек болады. 1,5 миллион теңгені жинап барып, сол кездегі тәуекел газдың бастығымен сөйлескенде ақшаны толық жинап әкімдер деп алмай қойған. Ондай болған бізде. Соңғы тағы бір мәселе, мысалы мектептегі балалар 4-ші сыныптан бастап үйге тапсырма береді жаңағы. Тапсырманы ашып оқысаң, тақырыптың жаңағы жауабын интернеттен қараңдар деген оқулықта жазылып тұр. Бізде интернет тұрмақ, бізде связь жоқ. Көрдім ғой, жоқ қой связь. Мүлдем связь жоқ. Ол балаларды қайтып оқытамыз ол. 21-ші ғасыр. 21-ші ғасыр Бірлік ауылы. Сол, енді білмеймін енді біз. Цифровизация деген осы. Біз қаяққа жазамыз, қалай қыламыз, не істейміз, кімге жүгінеміз. Мына столбылар осы қай жерге дейін бар дейсіз? Көшенің ортасына дейін бар. Неге қарай, құдыққа қарай бұрылатын жерде. Одан арғы Құдықтан су ішесіздер. Оны қазір көреміз, е? Бірақ жерден су ағады. Мына жақта тағы 2 көше ма? Ояқта бір көше бар, соған баратын жолдар, міне, жолдың жол міне. Трансформатор. Анда-санда свет өшеді. Ол свет өшеді, бірақ енді ондай болып тұрады ғой кей жерлерде. Бірақ енді трансформатордың сұрын көрсеңіз ол құлайын деп тұр. Оны көрерміз, тағы қандай мәселе? Енді тағы бізге бір не қылғаны, уәде еткені, көшенің жарығы. Көшенің жарығы жоқ. Жол обочина. Ауылға дейінгі келетін жолда обочина жоқ. Асфальт бар, обочина жоқ. Қатты жауында, ерте көктемде мәшелер жолдың шетіне шығамайды. Жол беремейді. Шамамен қанша үй бар? Осы 54 тұрып жатқан. Келіп жатқандар бар, 60 деп қойшы енді. Келіп жер алып жатқандар бар мияқтан. Үй сабатқандар бар. Үй сабатқандар бар. 60-қа жоқ қойын. Жастар бар ма? Міне жастардың туған екен. Жұмыс жоқ. Бұл кінә тауға алмайтын мысалы. Өзгінің көріп жатсын. Міне Бірлік ауылының трансформаторы. Жел соқса, свет өшеді. Мінекей. Біз су алатын құдықтарына бара жатырмыз. Батпақпен. Адамдар пілякпен су алады. Тұрғындардың айтуы бойынша кейде 40 минуттай кезекте тұрады. Солай ғой аға?
көп басқа дейін сабақ оқиды. Қалғаны мына көзілдікілер оқиды. Қарасайға. Көзбен барып келіп. Міне елде суды бізді ішеміз, малды ішеміз. Құдықтың басында. Міне. Жаңыз айтқандай ішінде құдықтың сайып бәрі бар. Иә. Өзге істейді. Бұл баяғы кезінде әйбет істеп тұрған. Құдық па? Ана жерде моншамыз болған. Үлкен көштен. Баяғы колхоз кезінде салған. Содан бері міне Бадақаш Кезінде үлкен колхоз болған ғой, үш ауылдың орталығы болған бұл. Орталығы екен. Осы құдық. Иә. Әбеттен екіден кейін. Мына жер деген пробка болады ғой суға. Оған 37 жыл болды мына қазғанына. Сіз мынаны ашқан кезде таптыңыз ба? Иә, жаңа ғана шприц. Медицинский жаңа қолбақ. Перчатка дейді ғой. Соны трәпкінің ішіне жаңағы презерватив шықты. Оны әкімнің өзі көрген, кеп көріп сонда. Оны қақпақ салып тосатса мынаны жауып, сонда алмайды. Малды 37 жыл болды қазғанына. Amma su 10 жыл болды, 5-6 жыл. Bir flask su alу үшін 40 минут тұрады. Балалар білесіз, армамен, өшірбек. Ана басынан, ана басынан. Анадан бері бір шақырым, бір шақырым. Алла жаңа су татарды өшірді. 21-ші ғасыр ғой. Иә. Міне, итті ішеді, малды ішеді, адам ішеді. Енді оны өткенде де айттық, жаздық. Мәселе әлі. Мысалы кейінгі коронавирусты бұлай айтпай қояқ, простой балалар келіп мына су ішеді, ана баланың біреусі сара ұру болса, мына елден масқара тарайды. Кезінде мына мектеп болған мына ел. Мына құдықтан мына үй болатын жердің астымен. Жаңада монша мезі монша болған, оған да су баратын. Кейін бәрі құрылды міне қайт.